Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен баклажаннан жасалатын өте ерекше әрі дәмді және де тойымды тағаммен бөліскім келіп тұр. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге орташа көлемдегі баклажандар қажет, үлкен болмаса кішкентай болмау керек. Картошка қажет, тартылған ет және пияз, болгар бұрышы, помидор қажет. Укроп және петрушка, 2 тіс чеснок қажет. Олай болса, жұмысымызға кірісейік. Ең алдымен баклажандарымызды тазалап аламыз. Баклажанның басындағыларын өте қатты кесіп жүрмеңіздер. Тура видеодағыдай жапырақтарын жайлап қолдарыңызбен алыңыздар. Енді тазаланған баклажандарымызды осылай оқтаудың көмегімен үстінен жайлап басып, баклажанның ішіндегі еттерін жұмсартамыз. Баклажандарды қатты баспаңыздар, қатты бассаңыздар жарылып кетуі мүмкін. Бізге жарылмай осылай бүтін болып тұрғаны қажет. Сол үшін жайлап басып, баклажанды жарып алмаңыздар. Міне қараңыздар, осындай жұп-жұмсақ болуы керек. Барлығын тура осылай жұмсартып аламыз. Міне қараңыздар, барлық баклажанды жұмсартып алдым. Енді бір шетке алып қойып, салмасын дайындаймыз. Бөлек ыдысымызға тартылған етті салып, үстіне бір пияз және бір болгар бұрышын майдалап тураймыз. Укроп пен петрушканы да майдалап турап, жартысын саламыз. Жартысын бөлек ыдысқа салып, тұздығымызға алып қоямыз. Енді дәміне қарай тұз және қарабүріш саламыз. Қалауларыңыз бойынша үстіне базилик немесе кориандр салсаңыздар болады. Енді 2 ас қасық сұйық май құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді барлығын дайындап алғаннан кейін баклажандарымыздың ортасын кесеміз. Тура видеодағыдай пышақтың ұшымен жайлап, 2 шетін кесіп алмай кесеміз. Қараңыздар, баклажандардың іші осындай жұп-жұмсақ болып шығады. Енді баклажандарымыздың ортасына салмасын саламыз. Қараңыздар, барлық баклажанға салмасын салдым. Енді тұздығын дайындаймыз. Помидордың дәл ортасынан кесіп, үккіштен өткіземіз. Чеснокты да үккіштен өткіземіз, болмаса майдалап қолдарыңызбен турасаңыздар болады. Енді үстіне бағана алып қойған укроп пен петрушканы саламыз. Дәміне қарай тұз бұрышын және сұйық май құямыз. Енді үстіне су құйып, жақсылап барлығын араластырамыз. Қалауларыңыз бойынша үстіне томат пастасын немесе тартылған помидор салсаңыздар болады. Енді картошкаларымызды орташа көлемде тураймыз. Картошкада қалауларыңыз бойынша, егер картошканы ұнатпайтын болсаңыздар, салмай жасауға да болады. Картошка салып жасау міндетті емес. Енді табамызға баклажандарымызды жайғастырамыз. Ыдыстарыңыз кішкентай болса, 2 бөліп жасауға болады.
Барлығын жайғастырғаннан кейін үстіне тұздығын құямыз. Енді бетін жауып, қатты отта бір қайнатып аламыз. Бір қайнағаннан кейін отын жай отқа қойып, 1 сағат пісіреміз. Бір сағатымыз өтті, қараңыздар, баклажандарымыз да пісті. Енді ыдысымызға саламыз. Қараңыздар, екінші ыдыстан салған баклажаным пеште піскен. Осылай пеште пісірсеңіздер де болады. Егер пеште пісіретін болсаңыздар, баклажан салынған ыдыстың бетін жауып, 200 градуста баклажанның еті піскенше пісіресіздер. Міне қараңыздар, біздің баклажаннан жасалған тағамымыз дайын. Қазір ортасын бөліп көрсетемін. Қараңыздар, жұп-жұмсақ болып пісті. Шанышқымен бөлген кезде осылай баклажанымыз еш қиындықсыз өзі бөлінеді. Сіздер де жасап көріңіздер, өте тойымды әрі дәмді тағам. Сіздерге және сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деп ойлаймын. Видеом ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған Алия, сау болыңыздар.